не деген күшті өтіп жатыр өмірім. Соник болған рахат. Оп. Айтпақшы, мен оқырмандарыммен амандасып кетейін. Хей, бәрін сәлем достар, сіздермен болған мен Соник. Ой, жарайды, прикол тұрмын. Иско, қайсыңдар достар? Достар, арнаға тіркеліп кетейікші. Бозға отпай. Міне мен сияқты жатып, тіркеліп тастап, видео қарап отпайсыңдар ма? А видео жалғастыра берейік кеттік. Мен бүгін Соникпін. Өмірім күшті. Осындай күшті өтіп жатыр. Ауылда там жүгіріп жүрмін. Ішім істенді. Бүйтті, осылай жүрем. Хоп деп. Менің басқа да достарым бар. Сіз оларды көргілерің келсе, менде мынандай переход. 1, 2, 3. Оп, міне осындай переход. Мынау қателеспесем Shadow. Shadow. Бұл да енді қат жүгіретін Сониктардың бірі. Бірақ ең біріншіде бізде обычный Соник, ол өте қат жүгіреді, ол кәдімгідей жүгірісі ол, короче. Флешпен бірде ғой, флешті әлемді 10 секундта айналып келеді ғой, әлемді былай жерді айналып келеді ғой. Қазақстанда тұрады да Қазақстанды, короче, айналып келеді әлемді. Флеш екеуі сондай, Соник екеуі бірдей жүгіреді, мықты тоже. Қалғандары басқа орындарда тұр ғой. Ең бастысы Соник пен Флеш мықты. Осылай бүгін мен Сониктерге обзор жасап отырмын сіздерге. Ал достар, бізде келесі кім деп ойлайсыңдар? Оны тоже білмеймін. Ал кеттік. Оп, келесі Чукулис па, Кукулис па, сол ғой. Яна қызылшы құлағы бар, такой нән, қолы нән. Ой, достар, қазір. А достар, бізде газ Турский бар ғой, мен бұл модтар тексеріп отырмын. Бұл ұшу керекше, походу. Міне, достар, көрдіңіздер ме? Осылай ұшып жүре аласыңдар. Чуклис па, атыңы мына қараңдар. Бұл тоже күшті способность. Қызылы кетіп қалды, бірақ қараңдар, кәдімгідей бір супермен сияқты қолын. Қараңдар, қолын бүйтіп созып алып. Короче, болса қызылда достар осындай способность болады. Видео айтпақшы аз болса, кешіріңіздер достар. Сіздерге осы модтарды обзор түсіріп кетейін деп едім ғой. Сонда да видео салып тұрмын бүгін. Сонда да ғой. Бәрібір сала берем ғой. Бәрі сіздер үшін ғой. Так сіздер просто тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Ең маңыздысы тіркеліңіздер, бітті. Мен сіздерден басқа дым сұрап тұрған жоқпын. Міне даже мына бір қызыл адамды сұрап тұрмын. Ойбай, ема достар. Ема нағырыңыздар. Неден күші бар. Достар, маған бір идея келді, қараңыздар. Тұрамыз да. Ема достар. Айтпақшы, күте тұрыңыз, Соникке қайттан айналайық. Так, достар, Соникке айналып болдым. Ойбай, достар. Все, кеттік. Мынан қандай способность бар екен айтпақшы. Соникті көрмегенбіз ғой, қандай способность бар екен. Достар, мына типа қатты жүре ма, қараңыздар.
дөңгелек болып жүреміз бе? Ема достар, мына қараңыздар. Онда мана Шедоуға айналайық. Енді оның қандай супер способностьсы бар екен. Так, достар, Шедоудың кеш батып отыр уже майында. Қазір ол без проблем таңылып жүреміз. Так, міне. Мүмкін бұл да тоже мықты супер способность шығар. Түріне қарасаңдай злой Соникті. Опа, бұнікі де. Ема достар. Ема, қараңыздар. Не істеп жүрді, мынандай способностьты бар екен, білмедім. Кәдімгідей мықты мод екен достар. Сіздерге де алуға кеңес беремін. Оны алу үшін менің телеграм каналыма кіресіздер, Иско деп іздейсіздер, андай поиска. Сол кезде шам деп ма? Мына жер церковьті бұзақ, церковь. Қатысымданамыз. Ема достар, просто ема. Что за what the fuck дейсің? Ема достар. Қалай? Енді келесі персонажға өсеміз. Келесі адам мен қызбан десене достар. Мазақтамай қойыңдар, комментария жазып. Бұл тек мод үшін ғой, тексеріп жатқам. Так, мен бұл қызды тексермейтін едім да. Так, бұны бірінші қалай жүгіреді екен, көрейік бұны. Как обычно Сониктер сияқты жүгіреді. Бұл қатты секіреді екен, бірақ екі рет секіргенде екі қатты секіреді. Так, достар, бұның қандай супер способностьсы бар екен. Қазір көреміз бұны да сіздермен бірге. Дұрыстап тұрып қойғаш. Так, 1, 2, 3 істеп тұрамыз. И Чё? Не болды, достар? Не қылды мынау? Ема, достар, мынау не істеді? Жоқ, бұл мана қыз. Қазір көрейікші қайтадан. Мәш. Біреу жақсы қырғызып жүре бере ма? Жоқ. Мә, достар, өлтіріп тастады. Қыз әдемі деп тұрған шығарсыздар да, бірақ характері мықты екен. Келесі соңғы Соникке келеміз. Бұл походу ана сары құйрығы бар, сол мышық, Соник мышық деп ма? Достар, қарсы алыңыздар. Сап-сары қазір осы не? Короче, осы қалай айтатын еді? Осы Соник әйгілі болып жүр, кәдімгідей. Танымал болып жүр. Қазір интернетті жарып жүрген осы ғой. Но Торцкийді ұшқанда қараңыздар, құйрығымен ұшады, екі құйрығымен вертолет. Қараңдар. Міне. Құйрығы қозғалады. Міне достар, қараңыздар. Жүгіріп барады, ұшамыз осылайынан. Не деген ема? Бұл супер способностьсы не екен? Көрейік. Ой, достар, бұл да дәл сол сияқты екен. Мана Сониктікіндей ма, сондай ұлау ма, шамал. Жоқ, мына бірақ аяғымен құйрығы ұша ма? Жоқ, құйрығы ұшады. Бұның құйрығы ұшады екен. Так, достар, осымен видеоны бітіретін сияқтымын. Сіздермен болған мен Иско, сау болыңыздар.